Қазақ ою өрнегінің өз мағынасы мен қолданылу ерекшеліктері бар. Бүгінде заманауи стильдегі киімдерден орынсыз қолданылған оюларды кездестіреміз. Суретші дизайнерлердің айтуынша, оюлардағы бояуының да өз сыры болады. Ашық, анық емес түспен боялған болса, құпия жазу екенін аңғара аласыз. Ою композициясына сай көк, аспан түсі, ақ шындық символы, сары даналық, адамгершілік, мұң белгісі, жасыл жастық пен көктемнің белгісі. Ою өрнектерді салған кезде түстердің бір-біріне сәйкес келуі жіті қадағаланады. Үшбұрыш ішінде бейнеленген қошқар мүйіз өрнегі жанға жылу, қуат беретін от ұғымын, молшылық пен байлықты білдірсе, ромб тектес өрнегі ер мен әйелдің қарым-қатынасын білдіреді. Шеңбер оюы жарық өмір жолын ұғындырса, аққу қанаты өрнегі бақытты, сұлулықты, тазалықты, адалдықты насихаттайды. Алыс жолға шыққан жолаушының киіміне түйе табан, түйе мойын, ботагөз оюларын салған. Су, ирек, арық, тасқын, тоғыз төбе, арпагүл өрнектері тоқшылық пен молшылықтың нышаны ретінде қолданылған. Адамның өмір жолының бұралаңнан тұратынын нышанмен жеткізген. Қазақ қолданбалы өнерін зерттеуші ғалымдар халқымызда ұлттық ою өрнектердің 230 түрі бар екенін алға тартады. Солардың ішінде ұлттық өнерде ең кең тараған түрі мүйіз тектес ою өрнектер екен. Оларға қошқар мүйіз, арқар мүйіз, бұғы мүйіз, қырық мүйіз, қос мүйіз, сыңар мүйіз, сынық мүйіз, төрт құлақ, түйе табан, сыңар өкше, қос алқа, қос қанат, қаз табан сынды ою түрлері жатады. Қолөнер шеберлері аталған ою өрнектерді шебер үйлестіріп, күнделікті тұрмыста жиі пайдаланған. Қазақ үшін ұлттық ою өрнектердің орны бөлек, себебі онда бір ұлтты өзгелерден ерекшелейтін ұлттық нақыш пен белгі бар.